бәріміз білетін Рождество, Крисмастың символына айналған әннің біздің жарапазанымызға не қатысы бар? Және Украин халқының тәуелсіздік үшін күресіне не қатысы бар? Қазір айтамын. Үйде жалғыз қалған фильмдегі ән бәріміздің есіңізде шығар деп ойлаймын. Оны Карлс дейді. Карлс деген не? Бізде ораза кезінде түнде ауыз ашардан кейін балалар көршілерді аралайды ғой, ән айтып, тәттіні сұрап. Оны жарамазан, жарапазан дейді. Христиан халықтарында тура сондай әдет бар. Олар оны Рождество кезінде жасайды. Рождество кезінде Карлс орындап, орысша колядки дейді бұны. Сондайды орындап жүреді үйден үйге. Украин халқында да сол ғұрып бар, сондай әндерді щедрик дейді екен. Сол 20 ғасырдың басында Микола Леонтович деген Украин педагог, музыка педагогы, хор дирижері, композитор, осындай Украин халық щедрик әндерін алып, өңдеп, біз білетін Америка фильміндегі орындалатын әнді сол адам шығарған екен. Оны Google-де көрсеңіз, көптеген Украин нұсқалары бар. Микола Леонтович енді сол Украина халқының тәуелсіздікке ұмтылған, өзінің мәдениетін жаңғыртып жүрген тұлғалардың бірі болды. Сосын мынау төңкерістен кейін азаматтық соғыс кезінде ол үлкен қаладан, Киевтен бір шағын қалаға кетеді да күнкөріс үшін. Бір күні өзінде отбасында біреулер өлтірген екен белгілі болады. Соғыс болса да Украинның мәдениет тұлғалар жиналып, аза тұтып, соңғы ақтық сапарға оны шығарып салады да, бірақ оны кім өлтірді, ол белгісіз болып қала береді. Ал 90-шы жылдары Украина тәуелсіздік алғаннан кейін үш әріптің архивтері ашылғанда былай болады екен. ЧК, ВЧК дейміз ғой, мынау КГБ, КНБ-ның атасы, арғы атасы. Соның бір агенті сол шағын қалаға келген ғой, бандылармен күресемін деп. Банды деп Совет үкіметіне қарсы күрескен адамдарды айтатын еді. Сол бандының ізін кесуші бір адам, агент келеді да Леонтовичтардың үйіне қонуға сұранады. Сосын қонады сол үйде, сосын түнде бұл отбасына тонаймын деп адамдарын өлтіреді ғой. Сонда 70 жылдан кейін сол құпия ашылған, ал біз осы әнді естігенде сол Микола Леонтович, Украин щедрик деген әндерін еске алатын боламыз.